Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет котлет жасаймыз. Тауық еті мен гречкадан өте оңай. Тауық етін жаңағы өткізіп алдық. Гречкамыз 1 стакан жылы суда. 2 стакан сумен піскен. Екеуін араластырып, 1 дана жұмыртқа қосамыз. Кішкене пияз қосамыз, 1 пияз. Тұзын, перецін, жаңағы приправалар саламыз. Кімге қандай ұнайды. Содан кейін араластырып, ең артынан 1 қасық крахмал қосып жібереміз, кукурузный, чтобы котлетіміз жақсы бірігу үшін. Енді қолымызды кішкене суға салып, котлетімізді домалақтап жасаймыз, әдемілеп. Осы жарты килограмм тауық еті мен